Баршаңызға сәлем, қалдеріңіз қалай? Сіздерде барлығы жақсы деген үміттемін. Біздің ас үйге қош келдіңіздер. Бүгін Түрканам екеуміз түріктің әсіресе осы Анадолы бөлгесі дейді ғой. Біздің Коня қаласы, осы жақта көбіне пісірілетін тағам бұл топалақ көфтесі. Көфте деген котлета аударылғанда, ал топалақ деген домалақ дегенді білдіреді. Сондай кереметтей дәстүрлі котлетасын жасайтын боламыз. Мүмкін сіздерге қызық болар. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге тауық етінен фарш қажет. Шамамен 1 килограмм фарш мұнда. Егер мясорубка жоқ болса, лайфхак ретінде блендерден де өткізсеңіз болады, турап тауық етін. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқа, тұз дәміне қарай. Одан кейін әртүрлі дәмдеуіштер қосамыз. Мұнда бізде кептірілген жалбыз, яғни мята дейміз ғой. Түріктер өте жиі пайдаланады бұл дәмдеуішті. Одан кейін қара бұрыш, қызыл бұрыш, одан кейін кекик, қателеспесем орегано деп аударылады қазақша. 2 ас қасық томат пастасы, 1 стакан ұн және де булгур, 5 стакан булгур қосамыз. Бұл булгур өте ұсақ булгурдан, осындай көрсетейін. Осындай ұсақ булгурыңыз жоқ болса, кәдімгі ірі булгурды кофемолкадан өткізуге болады, немесе жартылай пісіріп алып, одан кейін блендерден өткізіп, немесе мясорубкадан өткізіп, ұнтақтап, солай жасап көруге болады. Одан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Су құямыз, міндетті түрде салқын су, шамамен 2,5 стакан қажет болады. Өте жақсы араластыру қажет. Ішіне пияз қоссаңыздар да болады. Өте ұсақтап турап, өте керемет шығады, бірақ біз бұл жолы пияз қосқан жоқпыз. Дайындау барысында мінекей тағы да булгур қажет болып қосып жатырмыз. Айтып өткендей барлық ингредиенттерін қанша қажеттігін видеоның описаниесіне жазып өттім. Айта кететін жайт, кейбіреулері бұл көфтені кәдімгідей қызыл еттен жасайтындар бар, бірақ өте аз. Бірақ егер де қызыл еттен дайындалатын болса, ет майсыз болу қажет, ішінде кішкене де болса май болмау қажет. Кәдімгідей мякоть дейді ғой, сондай таза еттен, майсыз еттен жасауға болады. Егер де майлы ет болса, бұл көфте өзінің формасын сақтамайтын болады, мүлдем шықпайтын болады, жан-жаққа пытырап солай. Ал енді еттен жасағыңыз келсе, яғни майсыз еттен жасап көріңіздер. Осы дайын фаршты алдымен осындай үлкен бөліктерге бөліп алдық, солай ыңғайлырақ болады деп. Одан кейін қолымызға сол бөліктерді ала отырып, ішінен кішкентай ғана ұшынан ала отырып, осылай алақанымызда дөңгелетеміз, сулаймыз қолымызды міндетті түрде, жақсы дөңгелену үшін қолымызда. Және де осындай домалақ котлеталарымыз шығады. Диаметрі шамамен 1 сантиметрге жетер-жетпестей. Et olursa ya siyah etten olursa, kurbanda falan işte et bulursa yapar. Köyde yapıp burada yapmadı daha hangi yemekler var? Bizim mi? Onlar olacak. Köyde yaptığın hiçbir şey yok köyde ya. Bilinen şeyler ya. Dedim de işte öyle kış gününe patatesin olsun, işte fasulyem alırdım, bulguru. Diller kış gününe yeter tamam. İşte yaparsak böyle yapıyorduk onda yük ekmekten. İşte bir ıspanaklı. Мінекей осындай болып шықты. Кішкене ақ болып тұрған жерлері, бұл ұнға оралған жерлері. Сонда жабыспайды. Көргендеріңіздей басында жасап бастағанда ұн сепкен болатынбыз астына. Және де осылай 2-3 сағат кішкене тұрады, сәл қатаяды. Содан кейін осылай пакеттерге бөліп морозилкаға, яғни тоңазытқышқа салдық. Одан кейін кез келген уақытта осылайша алып тез арада тамақ дайындаймыз. Менде дайын түрде, әдетте нут да дайын тұрады.
тоңазытқышта екеуін бірге араластырып қазір осы суп пісіремін. Мінекей майды қыздырып, ішінде кішкене тоң май көрініп тұр. Тоң май бар, одан кейін бір толы ас қасық томат пастасы бар, кішкене сарымсақ қосып осылайша қуырып алдық. Үстіне су құямыз. Су құйғанда қайнаған суда құйсаңыздар болады. Бізде қайнаған су емес, кәдімгі салқын суды құйдық. Және де оның сәл қайнап кеткенін күттім, әрине. Қайнап бастаған кезде ішіне осы қатып тұрған топалақтарымды салып бірден пісіремін. Неге мен оны әлдеқайда ерте жібітіп алған жоқпын, өйткені әлдеқайда ерте жібітіп алсам, бір жағынан өте жұмсап кетуі мүмкін. Бірден салқын тоңып тұрған күйінде шығарып, солай пісіргенде жақсы болады. Топалақтар шамамен 20 минут піскеннен кейін, содан соңында барып нутты қосатын боламын. Және де қасына гарнир ретінде күріш болады. Күріш түрік стилінде пісіріп жатырмын. Осылай сұйық майдың ішіне кішкене ғана сондай ұсақ осындай вермишельді қуырып аламын. Қаласаңыз кәдімгідей паутинка деген вермишель бар ғой, сонда қуырып алсаңыз болады. Ішіне күрішім салып жатырмын. Менде мұнда 1,5 стақан күріш жуып алып, және де үстіне су құямын. 1,5 стақан күрішке 2 есе, яғни 3 стақан су құятын боламын. Мен салқын су құйып жатырмын. Және де қайнаған күтемін кішкене. Қайнап бастаған кезде оттың дәрежесін басамын. Минималды түрде қойып, шамамен 20 минут уақытта пісетін болады күрішім. Мінекей топалақ пісіп жатыр, шамамен 20 минут пісті. Үстіне енді мінекей дайын тоңазытқыштан шыққан, дайын пісіп тұрған нутты қосып, бірге тағы да 5-10 минуттай уақыт қайнатамын. Мінекей асымыз дайын. Осылайша күрішіміз пісті, топалағымыз да дайын. Бізге сумен, сорпасымен ішеміз. Балам болса сусы жақсы көреді, оған бөлек құйып бердім. Мінекей осындай әдемі болып пісіп шықты. Қаласаңыз, су құйған кезде ішіне кәдімгідей сорпаны да құйып пісірсеңіз болады. Мына салат менің каналымда бар, оның рецептісін міндетті түрде қалдырып кетемін. Описаниеде күш салатасы жиі дайындаймыз. Мінекей видеом соңына келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, аямай лайктарыңызды қоя кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.